Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 60-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Дидар ұқыпты бала. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып, бөлмесінің ауасын тазартады. Төсегін өзі жинайды. Киімі үнемі таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Мәтіннен мағынасы жақын сөздерді тап дейді. Мәтінде мағынасы жақын сөздер ұқыпты, тиянақты сөздерін алуға болады. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мақта өсімдік. Сен досыңды мақта. Қой жайылып жүр. Кітапты орнына қой. Жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздердің астынсыз. Бірінші қатарда бізде мақта сөзі, бір жерде өсімдікті айтып тұр, ал екінші жағында досыңды мақта деп тұр. Екінші қатарда қой жайылып жүр дейді, бұл жерде жануарды айтып тұр, ал екінші сөйлемде кітапты орнына қой деп істеу керек затты айтып тұр. Жақсы, келесі үшінші сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тап дейді. Ұзын қысқа, үлкен кіші, күшті әлсіз.